NASA астрономиялық шолуы тамыз 2025. Шолпан мен Юпитердің қосылысы. Персеидтер метеор ағыны. Марс тамыздың кешкі аспанындағы жалғыз планета. Ол қас қарая бастағаннан бір сағаттай батыс көкжиек үстінен көрінеді. Марстың қазіргі жарықтығы мамырдағысының 60%-дей. Шамамен кешкі 9-дарда шығатын Сатурн күн сайын сәл ертерек байқалады. Оны қараңғы түсе шығыстан Қарақұрт пен Андромеда шоқ жұлдыздарынан көреміз. Сақиналы ғаламшар таңға қарай аспанның батыс жағына өтеді. Тамыздың басты оқиғасы Юпитер мен Шолпанның қосылысы. Олар ай бойы күн шығарда, шығыста жарқырайды. Бір-біріне қарай тез жылжып келе жатқан жұп 12 тамыз күні таңда 1 градусқа дейін жақындасады. Оларды үш арқар таразы, торпақ, егіздер, сүмбіле сияқты жарық жұлдыздар қоршап тұрады. Юпитер мен Шолпан қайта алшақтаған соң 19-20 таңертең. Бұларға жіңішке ай орағы да қосылады. Ең мол метеор ағындарының бірі Персеидтер. Биыл шыңына тамыздың 12-сінен 13-не қараған түні жетеді. Өкінішке қарай толық дерлік ай нұры әсерінен көзге ең жарық аққан жұлдыздар ғана шалынады. Дегенмен бірнеше жылдам жарық ақ метеорды байқаудың сәті түсер. Жақсы жаңалық, желтоқсандағы Геминидалар ағынының шыңы биыл айсыз түнге түседі. Тамыздағы ай фазалары. НАСАның күн жүйесін және одан тыс ғарышты зерттейтін миссиялары жайлы Science NASA Gov сайтында.